Арыс қалалық білім бөліміне қарасты Әліби Жангелдин жалпы орта мектебінде математика және физика пәндеріне арналған апталықтың ашылу салтанаты өтті. Яғни апта бойы оқушылардың пәндерге қызығушылығын арттырып, логикалық ойлау қабілетін дамытуға бағытталған түрлі іс-шаралар ұйымдастырылатын болады. Математика және физика пәні апталығының ашылу салтанатында сөз сөйлеген мектеп директоры Рахима Жүнісова мұндай апталықтар оқушылардың білімге деген ынтасын арттырып, олардың шығармашылық қабілетін жетілдіруге жол ашатынын айтты. Сонымен қатар апталық жоспарына оң бағасын беріп, шәкірттерге осы аптада ерекше білімдерімен көзге түсіп, үздік нәтиже көрсетулеріне сәттілік тіледі. Математика пән бірлестігінің ұстаздарының апталыққа ерекше дайындалғанының барлығы бізге көрініп тұр. Мына апталықтың тақырыбының өзі ерекше екене, білім жүгін арқалап, биікке самға жасталап деген тақырыпта қойылған екен. Осы апталық барысында мен жаңа жоспармен танысып шықтым. Тамаша интеллектуалдық шоулар, керемет ғылыми жоба, түсіндірме жұмыстары, тамаша ашық сабақтар, сыныптан тыс іс-шаралардың куәсі болады екенбіз. Шәкірттер сіздерді осы апталықта ерекше білімдерін, өздерінің біліктіліктерін көрсетеді деген сенімдеміз, ал ұстаздарымызға сәттілік тілейміз. Апталықтың алғашқы күнінде танымдық ойындар мен викториналар ұйымдастырылды. Белсенді қатысқан оқушылар сұрақтарға жауап беріп, шағын сыйлықтарға ие болды. Мұндай шаралар оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың болашақта өз қабілеттерін тиімді пайдалануына мүмкіндік береді. Бізде апталықта бүкіл мұғалімдердің ашық сабақтары, сонымен қатар ашық сабақтан тыс сабақтары және де көптеген ойындар, интеллектуалды ойындар болады. Басқа бізде білікті мұғалімдер бар, сол кісілердің коучингтері болады. Ол коучингтерде мұғалімдер өздеріне керекті жаңағы жасанды интеллект солардың барлығын үйренетін болады. Ол жерде әрбір апайдың ашық сабағынан да сол жасанды интеллекті, қазіргі таңдағы жасанды интеллекті қалай қолдану керектігі барлығы айтылатын болады, көрсетілетін болады, үлгі сабақтар өтілетін болады. Апталық барысында логикалық ойындар, сыйлықтары бар математикалық есептер, тақырыптық сабақтар және топтық жарыстар өткізіледі. Апта соңында үздік нәтиже көрсеткен оқушылар марапатталатын болады. Айта кетейік, мұндай шаралар оқушылардың пәнге сүйіспеншілігін арттырып, ғылымға деген қызығушылығын оятуға септігін тигізбек. Жантөре Болысмұрат, Арт ТВ жаңалықтары.